Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жұлдыз. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте әдемі, оңай жасалатын, дәмді, дастарханның көркін ашып тұратын мандарин кидің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен өзімізге қажет заттарды дайындап аламыз. Сырымызды, жұмыртқа, чеснок, піскен сәбіз және қаймағымызды дайындап аламыз. Сырымызды үккіштен өткізіп аламыз. Сосын жұмыртқамызды да үккіштен өткізіп аламыз. Чесногымызды да солай өткіземіз. Бөлек ыдысқа сәбізді өткізіп аламыз. Сосын піскен қайнатылған етімізді майда етіп тураймыз. Еттің орнына тауық етін қолдансаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Сосын қаймағымызды саламыз. Қаймақтың орнына йогурт қолдансаңыздар болады. Мен қаймақты қолдандым. Сосын бәрін жақсылап араластырамыз. Кішкене ғана дәміне қарай тұз себеміз. Пищевая пленкамызды дайындап, ас қасықпен 2 қасық сәбізімізді алып, пленкаға тегістеп шығамыз. Жұқа етіп шығуымыз қажет. Қасықпен немесе қолымызбен басып тегістейміз. Асық қасықпен 1,5 қасықтай қолымызға алып, дөңгелектеп шығамыз. Мандариннің көлемінде етіп жасаймыз. Сосын сәбізіміздің ортасына қойып, пленканың 4 жағынан ұстап, ораймыз. Салманың барлық жерін жабуы қажет сәбізіміз. Осылай видеода көрсетілгендей орап, қайтып пленкадан ажыратамыз. Міне осылай барлығын жасап шығамыз. Енді мен үстіне қара бұрыш қойып шықтым. Қара бұрыштың жанына кішкене ғана жапырақ қойып шықсаңыздар, өте әдемі болып тұрады. Міне достар, әп-әдемі болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Дастарханның көркін ашып тұрады. Өте дәмді. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойуды ұмытпаңыздар.